Баршаларыңызға сәлем, кең пейілді әлем. Меруерт асханасының алтын оқырмандары сіздермен бірге өте дәмді, ерекше тағамдардың бірі ұйғыр мантысын дайындайтын боламыз. Видеомды соңына дейін көріп, қызықты, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Меруерт асханасына тіркелмеген оқырман болсаңыз, маған тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті салқын суымыз, бір қасық тұзымызды салып, бір дана жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып араластырып дайындап қоямыз. Таза ыдысымызға дайындап қойған суымызды құйып, ұнымызды сетадан өткізіп, қатты қамыр илейміз. Осы ұйғыр мантысының құрамын описание бөліміне қалдырамын, сол жерден қарап жасаңыздар. Өте дәмді, сочный мантылардың бірі болып шығады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Менің каналым кімдерге арналған? Асхананы сүйетін қаншайымдарға, жаңа түскен келін болсаңыз, түрлі, дәмді, өзгеше, құрамы қол жетімді тағамдар іздесеңіздер, міндетті түрде Меруерт асханасынан табасыздар. Сондықтан тіркеліп қойыңыздар. Күнде жаңа рецепттер саламын. Қарап, мені бақылап, қолдап жүріңіздер. Сіздердің әр қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, қолдап жүріңіздер. Міне біздің тестіміз дайын болды. Енді 5-6 бөлікке бөліп аламыз, дәл видеодағыдай. Бөліп алған бөліктерімізді дөңгелектеп шығатын боламыз. 15 граммнан бөлсеңіздер болады. Таразы болса, таразымен өлшеп салсаңыздар да болады. Мен көз мөлшерімен бөлдім. Өте дәмді, ерекше, ыстық тағамдардың бірі. Менің рецептіммен жасауды кеңес етемін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мен алдын ала тартылған етіме орам жапырағымды, тұзымды, бұршымды салып дайындап қойдым. Сіздер жылқы етін болсын, қой етін болсаңыз да пайдалана берсеңіздер болады. Міне осындай дөңгелектеп алған тестімізді жайып шығатын боламыз, дәл видеодағыдай оқтаудың көмегімен. Қатты қалыңдай емес, қатты жұқадай етпей жайып шығамыз. Міне түйу әдісін көрсетіп жіберейін сіздерге. Ешқандай қиындығы жоқ. Дәл осы жері видеоға түспей қалған екен. Екінші бүктеген, өрген тағы да көрсететін боламын. Ешқандай қиындығы жоқ, тек қолдың ептілігі керек. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап, жанұяңызды Меруерт асханасымен бірге қуантып қойыңыз. Ерекше дәмді болып шығады. Менің каналымда қандай рецепт түрлерін көргіңіз келеді? Соларды да жаза кетіңіздер, өз пікірлеріңізді. Мен міндетті түрде сіздерге кері байланыс жасап, пікірлеріңізге жауап қайтаратын боламын. Міне видеода да тағы бір мәрте көрсеттім. Дәл осындай етіп түйіп алсаңыздар болады. Көзге де әдемі көрінеді. Салмасы міндетті түрде молынан салыңыздар. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Менде 2 каскадей шықты.
Осы кезде табағыңызға суыңызды құйып, орта белінен бір қасық тұзыңызды салып, қайнатып қойыңыздар, отқа салып. Егер сізде үйіңізде ет болса, сүйек салсаңыздар болады. Осы мантыны пісіп шыққанда өте дәмді. Екінші күніңізге сорпаңыз дайын тұратын болады. Ет қайнағанда мантыңызға да ерекше дәм береді. Сіздерге тағым бір мәрте көрсетіп жатырмын, түсінікті болу үшін. Ешқандай қиындығы жоқ, сәл ғана тек қолдың ептілігі керек. Сіздерге түсінікті болу үшін бірнеше мәрте көрсетіп жатырмын. Осы ұйғыр мантысының осы түйілу түрін жақсы көремін. Өйткені қонағыңызға да, жанұяңызға ұсынсаңыз да бір ерекше болып көрінеді. Осылай сіздерде жасауға кеңес етемін. Менің рецептім сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міне біздің қазанымызда суымыз қайнады. Каскімізге сұйық майымызды салып дайындап қоямыз. Міне біздің мантымыз дайын болды. Ас болсын, сіздерде менің рецептіммен жасап, кері байланыс жасауды міндетті түрде ұмытпаңыздар. Өте дәмді, қамыры да жұмсақ болып шықты. Менің жанұяма қатты ұнады. Ас болсын.